Барлықтарыңызға сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін біз міне 26 сабақты өтеміз. 26 сабаққа келіп жеттік. Бүгін біз өткен сабағымызда айтқандағыдай, бүгінгі өтетін тақырыбымыз мынандай сөйлемдердің ішіндегі қысқа сөздер жайлы айтатын боламыз. Мысалы, on, in, and, to, at, from, above, between. Осы сөздер жайлы бүгін тағы да өтетін боламыз. Сендер біразын жақсы білесіңдер, алдыңғы сабақтарда уже танысқан болғансыңдар. Енді осыларды тағы да бір нақтылап, толықтырып, тағы да қайталап өтейік. Әрқайсысы қай кезде қолданатыны жайлы айтып өтетін боламыз осы сабағымызда. Олай болса, бірінші on деген сөзден бастайық. On дегеніміз, яғни біз алдында айтқан болатынымыз, үстінде деп айтқан болатынымыз, яғни бір поверхность деп айтамыз ғой, бір заттың үстінде болатын болса, біз оны on деп айтады екенбіз. Мысал айтатын мысалы, on the sofa деп айтамыз, on the sofa деген бізде диван болады. Сонда не болады екен? Диванның үстінде деген мағынаны білдіреді екен. Екінші тағы да қолданатын жері, балалар, бұл апта күндері. Мысалы, дүйсенбіде деп айтамыз ғой. Дүйсенбіде, бейсенбіде, сәрсенбіде болады деген. Мысалы, сабақ қашан басталады? Дүйсенбі күні басталады деген кезде. Сол апта күндеріне осы on деп атайды екенбіз. Мысалы, on Monday деп айтатын болсақ, яғни дүйсенбіде деген мағынаны білдіреді екен. Яғни Monday дүйсенбі, on Monday дүйсенбі күні деген сөз. Енді осыған мысалдарымызды қарастырайық. Бірінші мысалымыз осы on деген сөзге. Мысалы, сенің кілттерің диванның үстінде. Сенің кілттерің. Яғни диванның үстінде біз нені қолданамыз? To be етістігін қолданамыз. To be етістігін қолданған кезде, your keys, ол есімдігіміз ол көпше түрде, key деген бір кілт, ал keys деген ол кілттер деген сөз. Яғни сенің кілттерің to be етістігі, болу етістігі, қай жерде? Диванның үстінде. Міне үстінде деген кезде осы жерде on the sofa кетеді екен. Кәдімгі естеріңізге to be етістігімен to be өткен кездегі ережелер, мына есімдік, содан кейін am, is, are, мына жерде көпше түр болып тұр, сол үшін біз аны қолданып тұрмыз. Содан кейін үстінде деп айту үшін on деп айтамыз. On the sofa, диванның үстінде деп айтып отырмыз, мінекей. Тағы да мысалы, керегеде жаңа айна бар деп айтатын болсақ, жаңа айна бар немесе жаңа айна ілініп тұр дегенді айтатын болсақ, мысалы, ол бізде өткен сабақта өткен there is немесе there are арқылы айтамыз, бар деген нәрсе. Мысалы, there is жаңа айна, a new mirror, mirror айна болады, яғни қай жерде? On the wall, яғни керегеде, керегенің үстінде дегенді білдіріп тұр мына жерде. On the wall. There is бар деген өткен сабақта өткен болатымыз. Келесі тағы да бір мысалымыз. There is a lamp on my desk дейді. Яғни менің партамның үстінде лампа бар деп айтайық. Тоже there is арқылы айтыламыз. There is a lamp. Яғни лампа бар деп уже жазып қойдық. Енді қай жерде бар? Менің партамның үстінде. Яғни on my, содан кейін барып desk болады екен. On my desk. There is a lamp on my desk. Менің партам үстінде лампа бар. Енді мына жерде біз жаңа бір етістік өтейін деп отырмыз. Қазір visit деген. Visit деген етістік орысша айтқан кезде посещать, барып қайту, барып көріп қайту, сапар шегіп қайту,
Мысалы, біз біздің апамызға немесе әжемізге жексенбі күні барамыз деген сияқты, жексенбі күні барамыз мысалы. Бұл жерде енді етістік бар, ешқандай to be жоқ, іс-қимыл бар, посещать барып қайту, сол үшін етістік бар. Біз we visit кәдімгі present simple ережесін қолданамыз. Бұл жерде am, is, a дегенді қолданбаймыз. We болғандықтан ешқандай етістікке s қосылмайды, he болатын болса he visits болатын еді, бірақ we болғандықтан we visit our әжеміз grandmother, we visit our grandmother on Sunday. Yani орысша айтқан кезде мы посещаем бабушку по воскресенье. Жексенбі күні біз әжемізге сапар шегеміз, әжемізге барамыз деген әңгіме мысалы. Жалпылама айтқан сөйлемде. Келесі мысалымыз, мысалы, цирк дүйсенбі күні жұмыс жасамайды. Бұл жерде жұмыс жасау деген етістік бар, work енді жасамайды, сол үшін жай present simple'ның болымсыз сөйлемін айтамыз. The circus. The circus деген ол бір зат, яғни итқа жатады, сол үшін де біз don't емес нені қолданамыз? Doesn't қолданамыз. Doesn't work, жұмыс істемейді. Мына жақта етістік бар, сол үшін де біз to be емес, кәдімгі етістіктің алдына don't немесе doesn't-ты қоямыз. The circus doesn't work on Monday. Яғни цирк дүйсенбі күні жұмыс жасамайды. Мінекей балалар, осы 10 деген нәрсе осы апта күндерінде және бір заттың үстінде болатын болса қолданады екеміз. Келесі in. Түсінікті ол үшін мен тағы да көкпен бояп жазып қояйын. In деген қай кезде қолданамыз? In деген сендер уже білесіңдер, бір нәрсенің ішінде болатын болса, Мысалы, in the box. Қораптың ішінде. Бір нәрсенің ішінде болатын болса, осы in арқылы айтады екеміз. In the box. Мысалы, бір қалада дейтін болсақ, мысалы, тұрады. Мысалы, in Алматы, in Астана, in Павлодар, in Қазақстан деп айтады екеміз. I live in Қазақстан, мен Қазақстанда тұрамын деген. Содан кейін тағы да in деген сөз ай аттарымен 10 деген жағымына жерде апта күндеріне қолданатын болса, дүйсенбі күні, бейсенбі күні деген 10 арқылы айтатын болса, ай аттарына in қойылады екен. Мысалы, қаңтарда, ақпанда, наурызда деп айтатын болсақ, осы in арқылы айтады екенбіз. Мысалы, in January, in February, in March деп осы айтады екенбіз. Мысалы, қаңтарда, ақпанда деген сөйлемдерді. Тағы да жыл мезгілдеріне тоже осы in арқылы айтады екенбіз. Мысалы, қыста, жазда, көктемде, күзде деген сөздерді осы in арқылы айтады екенбіз. Мысалы, in summer. In summer деген жаз, in summer жазда. Жазда дегенді білдіреді. Көрдіңіздер ме? In деген. Және жылды айтатын болсақ, мысалы 2017 жылы деп айтатын болсақ, in 2017 болады екен. Осындай жыл айтқан кезде осы inді қолданады екенбіз. Және мезгілдерде inді қолданамыз, ай аттарына inді қолданамыз, және бір нәрсенің ішінде болатын болса in деген сөзді қолданады екенбіз. Енді осыларға мысал келтірейік. Мысалы, Браун мырза Нью-Йоркта тұрады. Браун мырза Нью-Йоркта тұрады. Мысалы, Мистер Браун lives. Мистер Браун деген ол бір адам. Сол үшін де біз етістігімізге s қосамыз. Мистер Браун lives in New York. Мистер Браун lives in New York. Яғни Нью-Йоркта тұрады.
кухняда морозильник бар. Яғни кухняның ішінде деген сөз, иә? Бар деп тұрмыз, сол үшін де there is, яғни бір зат бар, иә? A fridge. There is a fridge. Қай жерде? Ас бөлмесінде in the kitchen. Kitchen деген кухня деген сөз, иә? Тамақ пісіретін жерде айтатынымыз. Соның ішінде деген білдіріп тұрмын. In the kitchen. Кухняда морозильник бар. Келесі, мысалы, тағда in дегенде біз таңертең дегенде қолданамыз, иә? In таңертең, in the morning, мысалы, түсте, in the afternoon, мысалы, in the evening деген кезде, мысалы, сол in деген сөзді қолданады екенбіз, иә? Соған бір мысал келтірейік. Мысалы, мен әдетте таңертең ванна қабылдаймын, иә? Ванна қабылдаймын деген, яғни жуынамын, иә? Принимаю ванну дейді ғой, орысша айтқан кезде. Соны жазайық. Мысалы, мен әдетте I usually take деген етістік қабылдау, take a shower. Take a shower деген ол take a bath деп те айтуға болады. Мысалы, принимать ванну деп, иә? Take a bath деп те айтуға болады, take a shower деп те айтуға болады. Яғни жуыну, толығымен жуыну. I usually take a shower таңертең in the morning. I usually take a shower in the morning. In the morning, in the afternoon, in the evening дегендерде де in арқылы жазылады екен. Мысалы, менің велосипедім гаражда, яғни гараждың ішінде деп айтатын болсақ, иә? My bike. My bike, яғни гаражда. Бұл жерде етістік жоқ, иә? Бір нәрсе істелініп жатқан жоқ, іс-қимыл жоқ. Сол үшін де біз не істейміз? To be етістігін қолданады. Жалпы to be деген өзі, be деген өзі етістік. Болу деген етістік, иә? Мысалы, болуды біз жаңа тағы да бір рет айтайын, иә? Осы шақта біз болу дегенді біз қолданбаймыз. Просто жүрмақ ретінде да де, та те деген сияқты қоса саламыз. Мысалы, үйде, гаражда деген сияқты, паркте, циркте, далада деген сияқты солай қоса саламыз. Ал ағылшындарда кәдімгі жеке is, am деп қолданады екен әрқайсысы, иә. Жалпы негізі ол болу. Мысалы, біз болу деп қолданамыз. Менің велосипедім гаражда болуы мүмкін, иә? Болуы мүмкін деп айтамыз. Бірақ білмейміз, иә? Мүмкін болған жағдайда біз болуды қолданамыз. Ал егер нақты сол гаражда деп айтатын болсақ, онда біз болып жатыр гаражда деп айтпаймыз, просто жай ғана гаражда деп айта саламыз. Ағылшындарда my bike is деп айтады екен, яғни is, есть, находится. Орысша айтқан кезде мой велосипед находится, иә? Is деген сөз мысалы. Қай жерде? In the garage. In the garage. Яғни гараждың in деген ішінде деген мағынада екен. Келесі мысалымыз, мысалы, менің туған күнім қаңтарда деп айтатын болсақ қалай болады екен? Менің туған күнім, my birthday. My birthday қай кезде? Жаңағы in My birthday is in January. Yani менің туған күнім қаңтардан. My birthday is in January. Ай аттарымен қолданамыз, иә? Келесі, мысалы, менің достарым волейболды жазда жиі ойнайды. Немесе менің достарым жазда волейболды жиі ойнайды деп айтатын болсақ, қалай болады? My достарым деп егер көпше түрде айтатын болсақ, my friends етістік бұл жерде play, иә? Көпше түр болғандықтан бұл жерде s қосылмайды. My friends play
жиі ойнайды деп айтадық, иә? Жиі ойнайтын болса, онда алдына жазамыз. Often play деп айтамыз. My friends often play. Так. Тоже жаңа айтқан болатынбыз, иә? Жыл мезгілдері in арқылы жазылады деп. Міне, жазда деген сөз, жай ғана summer деп қана жазбаймыз. Жазда деген in summer деп inді қосып айтады екенбіз. Міне, жыл мезгілдерімен қосып айтамыз. Сонда my friends often play volleyball in summer. Менің достарым жазда жиі волейбол ойнайды. Тағы да біз айтқан болатынбыз. Жылдың алдында тоже in дегенді қоямыз деп айтқан боламыз, иә? Соған бір мысал келтірейік. Мысалы, оның ағасы мектепті 2022 жылы бітіреді деп айтатын болсақ, енді бұл енді келер шақ. Келер шақты біз алдыңғы сабақтарда өтеміз. Болашақта әзірше таныса беріңдер. Your brother will деген келер шақты білдіреді. Finish бітіреді, иә? Осы шақта емес, келер шақта алдынан, болашақта your brother will finish бітіреді. Нені? Мектепті. School 2022 жылы дейтін болсақ, міне in 2022 немесе 2022 деп айтады екенбіз. Your brother will finish school in 2022. 2022-де, 2022 жылы дегенді білдіреді. Мысалы, in деген сөз. Инді қоспайтын болсақ, ол 2022 деп қана қалады. Ал инді қосатын болсақ, 2022 жылы дегенді білдіреді екен. Келесі бізде under дегенді айтқан болатынбыз, иә? Under деген, сендер білесіңдер, иә? Under деген ол астында деген сөз. Яғни бір нәрсенің астында десе, осы under дегенді қолданады екенбіз. Оған енді бір мысал келтірейік. Мысалы, менің төсегімнің астында қорап бар. Бар деген бізде there is болады. There is a box. There is a box. Енді төсектің астында. Үстінде болса on деп айтатын едік, on my bed деп айтатын едік, бірақ астында деу үшін қайта не деп айтамыз? Under my bed. Bed төсек, my bed менің төсегім. To сөзі біз екі етістіктің ортасына қоямыз деп айтқан болатымыз. Одан басқа жалпы to деген ол бағыт бағдарды білдіретін сөз, яғни бір жаққа баратын болсақ, қайда деген кезде, мысалы, Алматыға, мектепке деп, мысалы, көрдіңдер ме? Сондай сөздерде, бағыт бағдарды білдіретін сөздерде болатын болса, онда осы to сөзін қосып айтады екенбіз. Мысалы, мен әдетте онда жатамын. Онда жатамын деген ол бізде ағылшын тілінде төсекке бару деген мағынада айтылады. Тікелей мағынасы, мысалы, I әдетте дедік, I usually go to bed. Жалпы go деген ол жүру, бару. Ал жарған жүру болатын болса, ол міндетті түрде ол бір жаққа жүру болады, бір бағыт бағдары болады. Сол үшін де go деген обязательно to болады. I usually go to bed. I usually go to bed at 10 p.m. p.m. деген кешкі сағатты білдіреді. Кешкі 10-ды білдіреді. Тағы да a.m. деген бар. a.m. деген ол таңғы 10-ды білдіреді деген сөз. Бізде кешкі 10-ды 22:00-де жазсақ, оларда кәдімгі кешкі екенін білдіретін p.m. арқылы білдіреді екен. p.m. a.m. деп білдіреді екен. Кешкі таңғы дегенде. Мысалы, мен күнде бассейнге барамын. I go, бұл жерде де go to the swimming pool күнде every day. I go
to the swimming pool every day. Яғни бағыт бағдарды білдіріп береді go'дан кейін. Сол үшін де to сөзін қолданады екенбіз. Тағы да бір мысал келтіріп қояйық. Мысалы, Лиза және мен әрқашан мектепке бірге барамыз. Lisa and I. Әрқашан. Always go to, go'дан кейін to қоямыз. To school. Мысалы, Lisa and I always go to school together. Лиза және мен әрқашан, всегда, мектепке бірге барамыз. Together деген бірге деген сөз. Вместе, орысша айтқан бірге барамыз. Тағы бір мысал келтірейік. Оның ата-анасы театрға ай сайын барады. Her parent, ата-анасы, parent. Parents, көпше түрде екі ата-анасы бірге барады. Her parents. Яғни екі ата-ана көпше түрге болғандықтан go болады, Егер бір ата-ана болатын болса, her mother немесе her father болатын болса, онда goes деп айтатын, Her father goes деп айтатын, ес қосып айтатын едік. Бірақ бұл жерде екі ата-ана болғандықтан ес қосылмайды. Her parents go. Яғни циркке, паркке, концертке, театрға деген сөздердің барлығы the арқылы жазылады деп алдында айтқан болатынбыз. Your parents go to the theater ай сайын every month. Month деген ай, every деген әр деген сөз. Every day әр күні болатын болса, every month әр айы. Яғни ай сайын. Your parents go to the theater every month. Каждый месяц орысша айтқан кезде. Енді at деген сөз. Біз кейбір жерлер бар, мысалы at мектепте дегенді жаңағыда айтқан болатынбыз. Ол жерде in school деп айтпаймыз, мектепте деген өзінше жеке at school деп айтамыз. Мысалы үйде деп айтатынбыз, онда at home болады, осындай сөздерде осы at қолданады екенбіз. Мысалы тағы да at night деген бар, түнде деген, ол жаңа мысалы таңертең, түсте, кешке деген in арқылы қолданса, ал түнде деген at арқылы жазылады екен. At арқылы жазылады. Содан кейін тағы да at деген ол сағаттың алдына, мысалы at 5 o'clock, at 7 o'clock деген сияқты сағаттың алдына келеді. Мысалы Дженни және оның ағасы мектепте оқиды. Jenny and her brother. Jenny and her brother. Jenny және оның ағасы екі адам, уже екі адам болғандықтан бұл жерде ес қосылмайды, жай ғана study деп айтамыз. Jenny and her brother study мектепте at school болады екен, балалар. Мысалы, Paul and Maria үйде емес, қазір үйде емес. Бұл жерде уже қараңыздар. Бұл жерде емес деп тұрмыз, яғни бұл жерде істемейді деп тұрған жоқпыз, емес деп тұрмыз, яғни бұл жерде іс-қимыл жоқ, яғни біз не істеуіміз керекпіз? To be етістігін қолдануымыз қажет. Бірақ қандай етістік қолданамыз қазір белгілі болады. Мысалы, Paul and Maria. Бұл қанша адам? Бұл уже екі адам, сол үшін де біз to be-дің көпше түрін қолданамыз. Яғни емес деп тұрмыз, сол үшін aren't болады. Paul and Maria aren't. Қай жерде? Үйде. At home now. Paul and Maria aren't at home now. Paul мен Maria қазір үйде емес. Менің анам таңертең 6-та тұрады. Сағат 6-та деп айтып отырмыз, сол үшін де осы сағаттың алдында да at қолданады деген. Мысалы, my mom. Бұл жерде тұрады дегенде ес қосып айтамыз, себебі
бір адам, иә, my mom бір адам, ол әйел адам болғандықтан ол she болады, ал she болған кезде бізде gets up деп айтатынбыз, иә. My mom gets up at 6 in the morning. Міне, таңертең деген сөзі көрдіңіздер ма? Уже in арқылы жазылады да, 6-да деген сөзі сағаттың алдына келіп тұр, ол at арқылы жазылады. Міне, at 6 in the morning. Яғни таңертең 6-да тұрады менің анам. From келесі. From деген, яғни бір жақтан немесе біреуден деген мағынаны келтіреді. Мысалы, біз Қазақстаннанбыз, иә, бір жақтан деген. Біз Қазақстаннанбыз. We, бұл жерде уже to be қолданады. We are from Kazakhstan. We are from Kazakhstan. Біз Қазақстаннанбыз. Мысалы, мен досымнан жиі хат аламын. Мен досымнан, көрдіңіздер ме? Досымнан деп тұрмын, яғни біреуден, яғни осы досымнан деген сөз from my friend болады екен. From my friend деген досымнан деген білдіреді. Сонда келесі қалай болады? Мен жиі, I often, жиі деген сөз often, алу, получать, get. I often get. Міне, хаттар. Letters. I often get letters. Досымнан from my friend. Немесе messages деп, сообщение деп айтуға да болады. Messages, сообщение. I often get messages from my friend. Біз WhatsApp арқылы қазір көп адамдардан сообщение қабылдаймыз ғой. Сол get деген, сол қабылдау, алу деген мағынада. I often get from, яғни from my friend. Қай жақтан деген білдіреді. Келесі мысалы сөзіміз above. Above деген үстінде деген сөз. Бұл андай on деген үстінде емес, on деген мысалы мынау дәптер болатын болса, дәптердің үстінде мысалы ручка бар деп айтатын болсақ, there is a pen on the copybook деп айтатынбыз, иә? Мысалы дәптердің үстінде жатыр. Бірақ егер ол мынандай жоғары жақта болатын болса, мына астында мысалы дәптер мынандай жоғары жерде, иә? Яғни дәптердің үстінде емес, дәптерден жоғары деген мағынада. Былайша айтқан кезде, орысша айтқан кезде not тетрадью деп айтамыз ғой. Not тетрадью деген, not деген сөз, міне осы жоғарыда деген сөз, ол above деген болады екен. Мысал келтірейік, мысалы, менің партамның үстінде дегенде, мысалы, мына жерде емес, ал қай жақта, мына жоғары жақта, иә, мынандай үстінде, мысалы, немесе мынандай жерлерде, немесе одан да жоғары, мысалы, потолокта болуы мүмкін. Сол кезде осы above деген сөзді қолданамыз. Мысалы, менің партамның үстінде лампа бар. There is a lamp. Иә, лампа бар деп айтып аламыз. Қай жерде бар? Above my desk. Біз алдына жаңа мынандай үстінде болатын мысалда айтып кеткенбіз, ол on my desk деп айтқан болатынбыз. Енді above my desk деген, яғни жоғары жағында, менің партамның жоғары жағында лампа бар деген мағынада екен. Тағы да мысалы, біз мысалы пәтерде, этаж пәтерлерде тұрамыз, мысалы біз біреуміз мысалы 5-ші қабатта тұратын болсақ, этажда тұратын болсақ, 6-шы қабатта досымыз тұруы мүмкін, біз танысымыз, көршіміз тұруы мүмкін, мысалы үстінде деп айтамыз. Сондай бір мысал, Том менің үстімде тұрады. Яғни менің жоғары жағымда тұрады деген сөз, үстіңгі қабатта тұрады деген сөз. Сол Том тұрады деген бізде live, бірақ Том бір адам болғандықтан біз s қосып айтамыз. Tom lives above me. Яғни орысша айтқан кезде Том живет надо мной деп айтамыз ғой. Надо мной деген менің үстімде тұрады. Above деген сөз. Так, енді бүгіндікке тағы да бір қалғаны бет
between. Between деген сендер естіген боларсыңдар. Between деген арасында, ортасында немесе арасында деген мағынаны білдіреді. Оны түсіндірудің бұлай аса қажеті жоқ. Мысалы, менің үйім почта мен магазиннің арасында, немесе менің үйім почта мен магазиннің ортасында деген қалай болады? My house. My house. Ортасында деген, яғни уже находится, to be етістігі арқылы айтамыз. Себебі бұл жерде не емес? My house is, ай жерде between the почта деген post office болады and the shop. Яғни the бұл жерде нақты бір, кез келген почта емес, нақты бір почта, нақты бір магазин, сол үшін де the арқылы жазылады. My house is between the post office and the shop болады екен. Яғни менің үйім почта мен магазиннің арасында, is находится. Яғни бұл бар деген сөз, болып тұр деген сөз, арасында. Тағы да бір мысал келтіре салайық, осыған. Тағы да бір соңғы мысал келтірейік. Мысалы, нақты сұрақ қойып көрейік, біз білмейміз не бар екенін. Мысалы, бір зат тұр, есік пен терезенің арасында бір зат тұр. Бірақ біз ол зат екен не екенін білмейміз. Сол терезе мен есіктің арасындағы не деп сұрайтын болсақ, яғни what is не? What is арасында between the window and the door. Сұрақ уже. What is between the window and the door? Яғни терезе мен есіктің арасындағы не нәрсе? Не деген мысалы? Арасында between. Мінекей балалар, осымен жеткілікті деп ойлаймыз. Барлығын тағы да бір қайталап шығайық. 26 сабақ. On the sofa on Monday. Яғни дүйсенбіде on the sofa, диванның үстінде. Бірінші сөйлем, your keys are on the sofa. Сенің кілттерің диванның үстінде. There is a new mirror on the wall. Керегеде жаңа айна бар. There is a lamp on my desk. Партаның үстінде, яғни мынандай үстінде, поверхностьта үстінде лампа бар. We visit our grandmother on Sunday. Біз әжемізді жексенбі күні барамыз. Жексенбі деп, орысша айтқан кезде жексенбі күні посещаем, жексенбі күні барып жүрміз деген сияқты. The circus doesn't work on Monday. Цирк дүйсенбі күні жұмыс жасамайды, яғни дүйсенбіде жұмыс жасамайды. Апта күндердің алдында оғын қойылады. Келесі in the box in January, in summer, in 2017. In the box қораптың ішінде, in January аяттарында, яғни қаңтарда, in summer мезгілдерде, жазда деген сөз, және жыл келетін болса, бір жылдарда деп айтатын болсақ, онда in арқылы айтады екенбіз. 2017 жылы деген мысалы. Мысалдарымыз, Mr. Brown lives in New York. Браун мырза Нью-Йоркта тұрады. There is a fridge in the kitchen. Кухняда морозильник бар. Кухняның ішінде деген сөз мысалы. I usually take a shower in the morning. Яғни таңертеңде тоже in арқылы жазылады. Мен әдетте таңертең душ қабылдаймын. My bike is in the garage. Менің велосипедім гараждың ішінде немесе гаражда. My birthday is in January. Менің туған күнім қаңтарда, яғни қаңтар айында. My friends often play volleyball in summer. Менің достарым волейболды жиі ойнайды. Қай кезде? In summer, жазда. Your brother will finish school in 2022. Оның ағасы мектепті 2022 жылы бітіреді. Яғни 22 жылы әлі келген жоқ, сол үшін де бітіреді деп келер шақпен айтамыз. Сол мына will. Бұл сабақты біз болашақта өтеміз. Ақырын таныса беріңдер. Астында, there is a box under my bed.
яғни менің төсегімнің астында, астында не бар? Қорап бар. There is бар. I usually go to деген бағыт бағдарды білдіретін сөз. I usually go to bed at 10 p.m. Мен әдетте кешкі 10-да жатамын. Сағаттың алдына at келеді, яғни бағыт бағдарды білдіретін, go-дан кейін to келеді. I go to the swimming pool every day. Мен бассейнге күнде барамын. Lisa and I always go to school together. Лиза және мен әрқашан мектепке бірге барамыз. To school. Мектепке. To school. Мектепке. Your parents go to the theater every month. Оның ата-анасы театрға ай сайын барады. Қайда барады? To the theater. To the театрға. Jenny and her brother study at school. At, яғни түнде, немесе сағаттың алдына, немесе мектепте, үйде деген сөздерде at қолданылады. Jenny and her brother study at school. Jenny және оның ағасы мектепте оқиды. Қай жерде? Мектепте. Paul and Maria aren't at home now. Paul мен Maria қазір үйде емес. At home, үйде. At home. Home, үй. At home, үйде. My mom gets up at 6 in the morning. Менің анам таңертең 6-да тұрады. 6-да. 6 деген 6, at 6, 6-да. 6-да. В6 орысша айтқан кезде тұрады. From, дан, ден, тан, тен жұрнағы, бір жақтан, Қазақстаннан. We are from Kazakhstan. Біз Қазақстаннан біз. I often get letters from my friend. Мен досымнан жиі хаттар аламын. Get. Алу, получать. Орысша айтқан кезде. Above деген жоғар жағында, үстінде деген мағына. There is a lamp above my desk. Менің партамның жоғар жағында лампа бар. Tom lives above me. Том менің үстімде тұрады. Яғни менің үстімде жоғарғы етажда деген сөз. Between арасында. My house is between the post office and the shop. Менің үйім почта мен магазиннің арасында, ортасында. Between. What is between the window and the door? Терезе мен есіктің арасындағы не нәрсе. Мінекей балалар, осымен бүгін сабағымыз аяқталды. Бүгін тек қана мына қысқа сөздерді ғана қайталамай, жалпы to be, содан кейін there is, there are дегендерді қайталадық, және present simple'да сөйлемдер қалай құрастырылатыны жайлы тағы да айтып өттік. Осымен сабақ аяқталды. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Сау болыңдар.